1940 жылдың шілде айының 6 жұлдызында құт дарыған жетісу жерінде, жыр дарыған Жамбыл елінде қазақтың Қарасай батырының 7-ші ұрпағы Назарбайұлы Әбіштің отауында дүниеге шыр етіп, маңдайы торсықтай ұл келген екен. Бұл бала көп күттіріп, зарықтырып келіпті. Себебі құрсаған асы Әлжан біраз жыл бала көтермей жүргенде, қасиетті Райымбек бабаның басына түнеп, тілек тілегенде ниетін қабыл еткен екен. Жаңа туған нәрестеге Нұрсұлтан деген есім беріледі. Қарапайым көшпелі қойшының отбасында туған тұңғыш ер бала соғыс жылдарында үй ішіне түскен ауыртпалықты аз да болса жеңілдетсем деген оймен жасынан еңбекке араласып, дауыс тауып, үй шаруасына да қолғабыс жасайды. Артынан ерген 3 бауыры мен әке-шешесінің аманатын арқалаған бозбала оқуға аттанады. Бітірген соң Қарағанды металлургия зауытында жұмыс істейді. Сонымен қатар Теміртау қаласындағы партия комсомол жұмыстарында жауапты қызметтер атқарады. Ол 1979-1984 жылдары Қазақстан Коммунистік партиясының орталық комитетінің хатшысы қызметінде болып, 1990 жылдың 24 сәуірінде жоғарғы кеңес оны мемлекетіміздің тұңғыш президенті етіп сайлайды. Ол ел басқару ісінде халықтың ғасырлар бойы жинақтаған бай тәжірибесі мен әлемдік тәжірибені тал бойына тоғыстырған алымды да алғыр басшы. Ел өмірінің алуан салалы тіршілік тынысын терең білу, маңдай тіреген проблемалардың ең елеулісін тани алу, ел ішіндегі және әлемдік ахуалдарымен санаса отырып, ұрымтал әрекеттерге бару, сол жолда таңдалған бағытын табандылықпен жүзеге асыру Назарбаевтың мемлекет басшысы ретіндегі басты қасиеті. Егемендігімізді еншілегеннен кейін елбасы ел астанасын Сарыарқа төріне көшіруді мақсат етті. Себебі жаңа тәуелсіз елге жаңа леп керек еді. Бұл мәселені президент тұңғыш рет 1992 жылы көтерген болатын. Ал 1998 жылы 6 мамырға дейін Ақмола деп аталған Астана президенттің жарлығымен 1997 жылғы 10 желтоқсанда Қазақстан Республикасының астанасы деп жарияланды. Араға 2 жыл салып, еліміздің бас қаласына ЮНЕСКО-ның бейбітшілік қаласы деген награда берілді. Бұл мәртебе қысқа мерзім ішінде әлеуметтік экономикалық, саяси және мәдени дамуда неғұрлым әсерлі, әрі қуатты өсуге, тұрақты этникааралық қатынасты орнықтыруға қол жеткізе алған ғаламшардың жас қалалары ғана ие бола алды. Астана бұл кен даладағы жай ғана қала емес, саяси ерік-жігер көрінісінің нышанындай. Бұл саяси батыл қадам. Елбасы салған жаңа елорданың келешегі бүтіндей 21 ғасырдың еншісінде. Ал оның ертең кеңсесін көтеретін бүгінгі жастар. Кемеңгер елбасымыз бұны жақсы біледі, сондықтан олардың мойнына әркез жауапты жүк артып келеді. Соның бірі Жас отан жастар қанатының жыл сайынғы дәстүрлі съезі. Міне, биыл 2 рет өтті. Осы университетіміздің атынан, сонымен қатар Қостанай Жас отан атынан, яғни Астана қаласында өткен 2 Жас отан съезіне қатыстым. Ол съезде елбасымыз, яғни президентіміз қатысты. Көптеген өзекті деген мәселелер, тіл үйретіп отырған жобалар сол жиында аталды. Өз жаңағы сол съезден алған әсерімді айтып кетер болсам, яғни осы елбасымыздың қазіргі таңдағы жастарға деген үміті, сенімі, сонымен қатар
қатар осы жаңағы қолдауы үлкен зор екенін байқауға болады. Яғни біз осы елбасымызбен осы сөйлесе отырып, яғни оның көптеген қазіргі жобаларын, яғни жұмыспен қамту болсын, дипломмен ауылға, яғни барлық жобаларын жан-жақты қарастырып, сол жобалардың нәтижесін шығарып, яғни ең өзекті деген мәселелерді атап кеттік. Иә, мемлекет кемеңгері тәуелсіздіктің бұғанасын қатайтып, туын асқақтатқан түркі әлемінің дамуына үлкен үлес қосқан айтулы тұлға деп бағалауға әбден негіз бар. Елін сүйген, елі сүйген ерге Қазақстан жұрты жыл күнтізбесінде елбасы күннің болғанын құптады. 2011 жылы 10 желтоқсан күні Қазақстан Республикасының Сенаты Қазақстан Республикасының ұлттық мерекелер туралы заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізіліп, бұл бойынша 1 желтоқсан Қазақстан Республикасының президенті күні деп бекітілді. Бұл айтулы мереке Қазақстан Республикасының президенті, ұлт көшбасшысы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың тарихтағы рөлі мен мемлекеттік құрылудағы маңыздылығын көрсету болып табылады. Бұл айтулы дата еліміздің барлық облыстарында, қалаларында аталып өтілуі тиіс. Қызық, қарапайым халықтың жадында сарабдал саясаткер боп сақталып қалған тұлғаның аяулы жар, ардақты әке, төңірегіндегілерге тірек болар қамқор азамат екенін ұмытып кетеміз. Ол кісі санамызда асқақ боп қалады. Себебі ол кемел көшбасшы.